мысалы барғаннан кейін мынандай нәрселер болады міндетті түрде. Мысалы мен басқа нәрсеге қызығамын, сіз басқа нәрсеге қызығасыз. Бәріміз бір-екі жерге бірге барамыз, бірақ бөлінетін кездеріміз де болады міндетті түрде. Мысалы мен ана заводқа барғым келеді, мына базарға барғысы келеді деген сияқты. Сол кезде міндетті түрде біз қасына тағы да дополнительный гидтер қосып береміз. Ондай мүмкіндік бар. Ондай да мүмкіндік бар. Ол гидтердің қызмет ақысын тоже сол суммаға қосып қойдық. Сізден түсінген бойынша? Иә, біз опросын жасаймыз кішігірім. Оның сұранысы не, қайда барғысы келеді, не нәрселерді көргісі келеді. Енді ол сұранысы бір 10-20 болатын болса, ол кішкене қиында бар енді. Ал нақты мен мынаны көрейін деп едім, мынаны көрейін деген бір санаулы болатын болса, оның бәрін ұйымдастыруға болады. И соған байланысты біз алдын ала заводтар тауып, орындарын тауып келістіріп қоямыз, сөйлесіп қоямыз. И оған баратын адамдарды алдын ала сөйлесіп